Құрметті көрермендер, біздің бүгінгі тақырыбымыз жүрек жеткіліксіздігі жайлы болмақ. Жүрек жеткіліксіздігі екіге бөлінеді. Жедел және созылмалы жүрек жеткіліксіздігі. Бүгінгі тақырыпта осы созылмалы жүрек жеткіліксіздігінің пайда болу механизмі, патогені жайлы болмақ. Ең бірінші, созылмалы жүрек жеткіліксіздігіне не алып келеді, себебін айта кетсек. Ең біріншісі, егер адам бұрында жүрек инфарктісін алса, мысалы сол жақ қарыншаның инфарктісін алса, сол жақ қарыншаның жиылғыштық қызметі, насос қызметі нашарлап, оттегін, кислородты бүкіл денеге, тіндерге, клеткаға жеткіліксіз мөлшерде болады. Сондықтан бірінші себебін осыны жатсамыз. Екіншісі, жоғарғы қан қысымымен жүретін адамдар. Яғни жоғарғы қан қысымымен жүретін адамдардың сол жақ қарыншасына, жүректің сол жақ қарыншасына өте күш нагрузка жұмсалады да, ол қарынша үлкейіп гипертрофированный болып кетеді. Яғни спорт залға баратын адамдардың бұлшықетін үлкен болып кеткен сияқты, сол жақ қарыншанда бұлшықеті қалыңдап, ол қалыңдаған бұлшықет насос қызметін тоже дұрыс атқара алмайды, сондықтан бұны да жатқызамыз. Одан туа біткен жүрек бұзылыстары, оны жатқызуға болады. Сосын кардиомиопатиялар әртүрлі. Ишемическая кардиомиопатия дейді, дилатационная кардиомиопатия, яғни осылар жатқызуға болады. Сонымен, созылмалы жүрек жеткіліксіздігі қалай дамиды? Осы аталып кеткен себептерден жүректің насостық қызметі төмендейді дедім. Яғни нәтижесінде жүректің лақтырылыс күші, фракция выброса төмендейді, 1 минуттық объемы төмендейді, ударный объем дейді, 1 минуттағы жүрек соғысы төмендейді. Жүректің насос қызметі төмендегеннен кейін қан қайтадан кіші қан айналым жүйесіне, яғни өкпеге қарай лақтырылады. Нәтижесінде кіші қан айналым жүйесінде тоқырау, застой, малым кругу кровообращения дамиды. Кіші қан айналым жүйесінде лақтырған қан өкпе артериясында, өкпе артерияларын қысылады, яғни ретроградная гипертензия дейді, сол дамиды. Өкпе артериялары қысылғаннан кейін альвеолярный отек дамиды, яғни өкпе ісінуі. Одан ары қарай ол оң жақ қарыншаның жеткіліксіздігіне алып келеді. Ал оң жақ қарыншаның жеткіліксіздігі өз алдына үлкен қан айналымының жеткіліксіздігіне алып келеді екен. Застой в большом кругу кровообращения. Жүректің насос қызметі нашарлағанда, жаңа айттық, шеткі қан тамыр жүйелерінде қан айналым нашарлайды. Себебі қан аортадан шеткі қан тамырларына жеткіліксіз мөлшерде барады. Нәтижесінде бізде гипоксия дамиды, яғни оттегінің жеткіліксіздігі, гипоксия. Осы жерде организм бірден беріле салмайды, яғни гипоксия жағдайында организмде компенсаторлы механизмдер іске қосылады. Қандай? Соның бірі симпатоадреналь система дейді. Яғни бұл бір компенсатор механизм атқаратын жүйе. Бізде симпатикалық және парасимпатикалық жүйке жүйесі бар ғой, соның ішінде симпатический жүйке жүйесі адреналин гормонымен бірігіп симпатоадреналь жүйені құрайды. Бұлар өз алдына гормон немесе медиатор катехоламинді бөледі. Катехоламин қанда деңгейі көбейіп, ол өз алдына қан тамырларын спазм шақырады, яғни қан тамырлары қысылады. Себебі симпатикалық жүйке жүйесінің рецепторлары осы қан тамырларында орналасқан. Ол қандай? альфа-1 және альфа-2 рецепторлар. Сондықтан тікелей қан тамырына әсер етеді. Нәтижесінде кіші қан айналым жүйесінде қысым одан сайын артады. Себебі онда да артерия бар ғой, қан тамырлар бар ғой. Бұл катехоламин шеткі қан тамырларымен қоса, осы өкпедегі тамырларға да әсер етеді. Сондықтан онда қысым одан сайын артады да. Өкпе ісінуін сызықпен 3 есе арттырады, одан сайын арттырады. Жүректегі астма дамуы мүмкін.
және де бұл спазм бізде ишемияға, яғни гипоксияға самый чувствительный орган ол бізде бүйрек. Ишемияны тез қабылдайды. Нәтижесінде бүйрек артерияларының спазмы дамиды. Ол өз алдына ренин, ангиотензин, альдостерон системасын белсендіреді. Ренин, ангиотензин, альдостерон системасын біз білеміз, бауырдан келетін ангиотензиногеннен ренин бөлініп, ангиотензин 1-ге айналдырады. Одан ангиотензин айналдырушы фермент арқылы ангиотензин 1, ангиотензин 2-ге айналады. Ол өз алдына тікелей қан тамырларын қысатын, спазм шақырады. Және де альдостеронның бөлінуін, бүйрек безінің альдостеронның бөлінуін белсендіреді. Альдостерон біз білеміз, нефронда, яғни бүйректің клеткалық бірлігі нефронда проксимальды каналыста натрийдің кері сіңірілуін, яғни натрий кері сіңірілген онымен бірге суда кіреді қанға қайтадан. Ол өз алдына ісінуді шақырады. Және де осы система вазопрессин гормонын белсендіреді. Ол да суды өзіне ұстап қалады да ісінуді одан сайын арттырады. Және де мына жақта катехоламин тағы бір тікелей әсері, ол гипофиздағы АКТГ гормонын белсендіреді. Ал АКТГ біз білеміз, гипоталамын гипофизар системадан білсек, АКТГ тікелей альдостеронның қанда мөлшерін көбейтеді. Гипоксияға ерекше тоқталып кеткім келіп тұр. Себебі бұл өте маңызды. Осы жүрек жетіспеушілігінің патогенезінде. Тіндерде клеткаларда гипоксия болып отыр. Ол өз алдында сарколема дейді. Сарколемада бос май қышқылдары жиналады. Клеткалық тыныс алуды одан сайын нашарлатады. Нәтижесінде фермент фосфолипаза жоғарылайды. Бұл тікелей миокардқа улы әсер етеді екен. Сонда қараңыздар, өзі ишемия болып жатқан миокардқа одан сайын улы заттар кеп үсті-үстіне әсер етіп жатыр. Гипоксия болған кезде клеткада бізде не істейді? Клетканың тыныс алу екі түрі бар, аэробты, анаэробты. Гипоксия кезінде бізде анаэроб тыныс алу басталады. Анаэробты дегеніміз біз білеміз, соңғы өнімі лактат. Ол қайдан болады? Ол глюкозаның анаэробты ыдырау жолын еске түсірсек, биохимиядан глюкоза пируват, пируваттан лактат түзіледі. Лактат өте улы зат. Лактат көбейген кезде бізде pH 7-тен түсіп кетеді, организмді ацетоздамайды. Және де лактат жоғарылағанда тікелей қанда креатин фосфаттың және креатин киназаның мөлшері түседі. Ол бізде кардиомиоциттерда, яғни жүрек клеткаларында энергия тасымалын бұзады. Энергия тасымалы бұзылғаннан кейін калий, натрий, АТФ, аза ферменттері жұмысын нашарлайды. Ол өз алдына кальций, натрийдің клеткаға оңай түсуіне алып келеді. Біз білеміз, кальций бізде кардиомиоциттерде клетканың сыртында, ішінде калий орналасады. Кальцийдің клеткаға көп түсуі ол жүрек бұлшықеттерінің босағанысын бұзып, яғни үнемі спазм жағдайында болады да, диастолық қысымды жоғарылатады екен. Қорытындылай келе, созылмалы жүрек жетіспеушілігі бұл адамдарда бірнеше жылдар бойы мазалайды, ұзақ жылдар бойы мазалайды. Ең соңында организмде хронический гипоксия дамиды, ісіну дамиды, кіші және үлкен қан айналым шеңберлерінде тоқырау, застой болады. Ондай адамдардың жәнегі аяғында ісіну пайда болады, бетінде ісіну, үлкен қан айналымды тоқырау болғаннан кейін тікелей бауырға әсер етеді.
кардиальный цирроз дамыйт, портальный гипертензия дамыйт, астит дамыйт. Клеткалардын гипоксиясы болгандан кийин ондагы жанагы ацидоз процесс дамыйт дедик. pH төмөн болот. Ондай жерлерде, ацидоз болгон жерде кез келген инфекция өтө белсенди болот. Тез дамыйт, инфекцияга, ооруга бейим болот. Ондай логикага алып келет. Ал жедел жүрөк жетишпеушілігі деген не? Ол да тоже механизм осыған ұқсас, тек айырмашылығы ол жедел дамиды. Негізгі себептер жанагы инфаркт болса, жедел сол жақ қарынша жетіспеушілігі болса, кардиоген шок дамыса, осы айтылған механизмдер жедел дамиды. Яғни жедел өкпе ісінуі, жедел жүректік астма, жедел жүрек жетіспеушілігінің емін келесі видеомда сіздерге баяндайтын боламын.